мүшенің дамуы тоқтайды, мүше қисайып қалады, төмен қарай қисайып дамиды. Балалар туылған кезде солай туып жатуы мүмкін. Бала сүндеттеліп туылды деп жатады. Кейін осмотр кезінде қараса, бала сүндеттеліп емес, просто сол гипосподиямен үрпі ортасынан емес, кішкене төмен жақтан шыққанда, мүшенің төмен жағынан. Сол жер ашық болғаннан кейін баланың мүшесінің басы сүндеттеліп туылған сияқты болған. Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттар білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, төмендегі қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырып ол гипосподия деген тақырып. Гипосподия деген не? Ол зәр шығару түтігінің мүшенің басынан емес, мүшенің төменгі жағынан, немесе мүшенің ортасынан, немесе басқа жерден, басынан емес, басқа жерінен шығуы. Қандай жағдайда болады, қандай түрлері бар гипосподияның? Гипосподияның түрлері ол головчатая, венечная, стволовая, мүшенің денесінен шығуы, мошоночная и промежностная. Умадан шығуы және уманың астынан промежностьтан шығуы болып осындай түрлері бар. Қандай себеп гипосподияға алып келетін себептерді айтатын болсақ, бұл да жыныстық мүше. Бұл да ерлердің жаңағы еркек болып дамуына тестостерон гормоны жауап береді дедік қой. Бұл жерде де мүшенің жаңағы үрпінің мүшенің басына шығуына да тестостерон гормоны жауап береді. Яғни бала анасының ішінде, құрсағында болған кезде осы тестостерон гормоны дұрыс бөлініп отырса, жыныстық мүшеде жақсы дамиды. Енді бір қандай да бір себептермен анасына болған бір стресс болуы мүмкін, бір қандай да бір жағдай, мысалы угроза прерывания беременность болуы мүмкін, немесе бір ішіп жеп жатқан тамақтары болуы мүмкін. Мысалы кей кезде болады, кейбір аналар арақ ішіп темекі тартуы мүмкін. Олардың бәрі баланың жетілуіне, дамуына әсерін бермей қоймайды. И сол именно осы жерде жаңағы үрпі дамып келе жатқан кезде тоқтатып, үрпінің дамуы ары қарай тоқтап, сол жолдан ашыла салуы мүмкін. Мысалы жаңағы айтып кеткен жерлерден, мысалы промежностная өте тяжелая форма гипосподии, өте қиын. Мүшенің дамуы тоқтайды, мүше қисайып қалады, төмен қарай қисайып дамиды. Балалар туылған кезде солай туып жатуы мүмкін. Немесе мынау головчатая форма гипосподии дейді, қазіргі кезде бұрыннан да бар ғой ол нәрсе. Сүндеттеліп туылды деп жатады да, мысалы бала сүндеттеліп туылды деп жатады. Кейін осмотр кезінде қараса, бала сүндеттеліп емес, просто сол гипосподиямен үрпі ортасынан емес, кішкене төмен жақтан шыққанда, мүшенің төмен жағынан. И сол жер ашық болғаннан кейін баланың мүшесінің басы сүндеттеліп туылған сияқты болған. Жоғар жағы, мысалы терісі жоғар жақта көп болып тұрады, төмен жақта тері жетіспей тұрады. Бұл жерде енді операция жасамай қойса да болады, егер головчатая форма болса, бірақ обрезание жасаған кезде бағанағы терісін максимально алуға тырысу керек та, әдемілеп жасауға тырысу керек. Бізде көбінесе оған қатты көңіл бөлмейді. Терісі мен өте қазір көп көріп жатырмын. Келген кезде қарайсың, терісі қалып кетеді, жартысын алады, жартысы қалып кетіп жатады. Сол үшін соған қатты көңіл бөлу керек. Терісін максимально бәрін алуға тырысу керек. Бірақ жаңағы нені қараймыз, головчатая формада, егер бас жағында ортасына қарай жақын болып тұрса, оған тимей қойса болады. А венечный гипосподия болса, онда біз операция жасап, оны мүшенің басына дейін шығарамыз. Енді стволовая форма болған кезде, мүшенің денесінде болған кезде, бір этапты операциямен жауып кетсе болады. Енді қай жаққа жақын болғанына байланысты мүшенің, егер басына қарай жақын болса, онда бір этаппен операцияны жасап кетсе болады. Егер промежностьқа жаңағы мүшенің кореніне қарай жақын болса, жаңағы ашылған үрпі, оны миатус деп қояды. Ол онда екі этапты операцияға дейін кетуі мүмкін. Амынау мошоночный мен промежностный формада көбінесе екі этапты операция қолданады. Сол үшін жаңағы
құрсақ көтерген кезде өте абай болу керек, өте сақтанып жүру керек. Осындай ішіп жеп жатқан анасының жеп жатқан тамағына да мән беру керек. Себебі әртүрлі ішіп жеп жатқан тамақтардың өзі, мысалы әйел гормонын көтеретін тамақтар болуы мүмкін. Олар әйел гормонын көтерген кезде ол баланың ішіндегі балаға да әсер беруі мүмкін. Да баланың қанында әйел гормоны көбейіп кетсе, мысалы кейбір гормондар әйел ішуі мүмкін. Угроза кезінде мысалы кей кезде болады. Енді угроза кезінде бұл жерде баланың өмірі қауіпке тұрғаннан кейін ол жерде уже гормондарды беру керек болады. Сол үшін максималды түрде угроза болмағанға тырысу керек. Ол үшін күтініп жүру керек. Егер сол әйел гормонын берген кезде әйел гормоны қанында бірінші көбейеді, сосын ол анасы арқылы балаға да өтеді. Ол гормон, әйел гормоны көп болғаннан кейін и баладағы еркек гормонын азайтып тастайды. Сол кезде бала ағзасы ойлап қалады, мен қыз екенмін дейді, жаңағы үрпісі промежностьтан или мошонканың астынан шығып кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін бұл өте қиын аномалия, туыла біткен аномалия. Бұл жерде қарап диагнозын қойып операция жасаған кезде міндетті түрде операцияны үрпіге жасалынады және мүшенің өзіне жасалады. Себебі бұндай аномалиямен көбінесе мүше қисық болып туылады. Мүше төменге қарай қисық болып туылады. Сол үшін көп жағдайда бізде өкінішке орай детский хирургтар тек қана үрпіге ғана операция жасайды, кейін мүшесінің қисық болып қалып жатқан кездері болып жатады. Сол үшін ол мүшеге де, мүшенің түзілуіне де көңіл бөлу керек. Және мүшесінің үстіндегі жаңағы крайний плоть дейді ғой, оны да полностью алып тастауға көңіл бөлу керек. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Келесі жол қандай тақырыпты қозғауымызды қаласаңыздар, сол комментарийға жазып кетсеңіздер, сол тақырыпты қозғауға тырысатын боламыз.